Жаратқан махаббат пен адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, бүгінгі бағдарламамызда Аллаға және оның елшісіне деген махаббат жайында өрбімек. Алланы сүю ұлы бір ұғым, махаббат атауының шыңы. Шындығында адам ата-анасын, бауырын, бала шағасын һәм отанын сүйеді. Бірақ мүмин пенденің жүрегінде ұлы жаратушыға деген сүйіспеншілік пен махаббаттың орны бір бөлек. Алланы құр сөзбен сүйдім деуде жеткілікті болмасы тағы бар. Алланы сүйгендігіміздің, оны өзгелердің барлығынан артық көргендігіміздің белгісі мен дәлелі не? Оның жолы қандай? Аллаға деген махаббатымызды қалай анықтай аламыз? Мейірімі шексіз Алла Тағала бұл сұрақтың жауабын кітабымыз Құранда көрсетіп қойған. Қасиетті Құран-ы Кәрімнің Әл-Имран сүресінің 31-ші аятында былай делінеді: Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам оларға: егер Аллахты сүйген болсаңдар, онда менің соңымнан еріңдер. Міне сонда Алла Тағала сендерді жақсы көріп, күнәларыңды жарылқайды. Өйткені Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді де. Яғни Алланы сүю, рахымдылық нұрын шашқан Алланың пайғамбарына шынайы түрде бағынып, ілесуде және оның әрбір пенденің жан дүниесімен сүюде жатыр екен. Пайғамбарымыздың сара сүннетін, өнегелі өмірін, өмірлік қағидасына айналдырған жан ғана сөз жоқ Алланы сүйген құл болмақ. Ал Алланың ақырғы елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат мүмин пенденің иман дәрежесін көрсетіп тұратын құрал іспеттес. Сондықтан кез келген мүмин пендеде пайғамбарымызға деген сүйіспеншіліктің болуы міндетті. Ардақты пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатты оятудың бірден бір жолы оның өнегелі өмірін оқып үйрену. Себебі көркем мінездердің барлығын бойына жиған пайғамбарымыздың ғибратқа толы ғұмырын оқи отырып, оған деген сүйіспеншіліктің оянбауы мүмкін емес. Халқымыздың жүрегінде пайғамбарға деген сүйіспеншіліктің таралуына атсалысқан Ахмед Яссауи бабамыз да 18 мың ғаламға даңқы шыққан Мұхаммед, 30 мың сахабаға басшы болған Мұхаммед, жалаңаштар мен аштарға қанағат болған Мұхаммед, кемтарлық көрген үмметке шапағат болған Мұхаммед, түнде жатып көз ілмей тілей тұғын Мұхаммед, ғарып пенен жетімге құрмет қылған Мұхаммед, жолдан азған күнәһарға қамқор болған Мұхаммед, күні түссе әркімге пана болған Мұхаммед деп, пайғамбарымыздың әртүрлі сипаттарын атай отырып, халықтың жете тануына жол ашуы да осыдан болса керек. Аллахтың тікелей тәрбиесінде болған Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам кіршіксіз таза өмір кешті. Айша анамыз, Алла одан разы болсын, пайғамбарымыз туралы сұрағандарға оның мінезі Құранның нақ өзі болатын деп жауап қатады. Үлкенге құрмет, кішіге ізет танытқан ол саллаллаху алейхи вассалам надандықпен өзіне қарсы шыққандарға кешіріммен қарап қана қоймай, зұлымдығын жақсылықпен қайтарды. Соның нәтижесінде оның қас жауларының қаншамасы исламды қабылдап, ажырамас досына айналды. Жетім жесірге қамқор болып, кедей-кепшікпен бірге отырып тамақтанудан еш арланбайтын, Ухуд тауындай байлығым болса, оның 3 күннен артық ұстамас едім деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіне келген сый-сияпатты сол арадағы жоқ-жітіктерге таратып беретін. Үйінде айлар бойы қазан көтерілмей, құр құрма мен суды қанағат еткен күндері де аз емес еді. Үй ішінде өз киімін өзі жамап, аяқ киімін өзі жөндеп, ешкіде сауатын болған.
әрдайым науқастардың көңілін сұрайтын, көршілермен тату, сахабаларының арасында өзін олармен тең дәрежеде ұстайтын, қарапайымдылықты ұнатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзін басқалардан бөлектегенді ұнатпайтын. Ол адамдардың арасында ең жомарты, ең батылы, тілі тек туралықты сөйлейтін шыншыл әрі ең әділі болатын. Ол аяқтары ісіп кеткенге дейін намаз оқитын. Одан сіздің өткен және келер күнәларыңыз кешіріліп қойған емес пе деп сұрағандарға шүкір етуші құлдардан болмаймын ба деп жауап қататын. Осыншалықты көркем мінездің иесі пайғамбарымызды сүймеу мүмин пенде үшін мүмкін емес шығар. Алла Тағала Құранның шын мәнінде сен көркем мінез иесісің деп Қалам сүресінің 4-ші аятында баяндайды. Иә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы айтып тауысу ешкімге нәсіп болмаса керек. Сахабалар өмірі пайғамбар сүйіспеншілігінің үлгілеріне толы болды. Олардың дін жолында ауыр сынақтардан ауытқымай өтулерінде осы бір мөлдір махаббаттары үлкен маңызға ие. Кіршіксіз көңіл мен шынайы сүйіспеншілікті, адал ниетпен таймас сертті көргісі келгендерді сахабалар өміріне үңілуге шақырар едік. Таудай алтынды Алла жолында садақа етіп таратсақ та, біздердің оларға жете алмайтындай, олардың жоғары дәрежеге ие болуларының астарында осы бір пайғамбар махаббатынан туған даралық жатқан сияқты. Әбу Бәкір Сыддық радиаллаху анху Мәдина хижрат жасағанда пайғамбарымыздан біресе осып, біресе артта қалып келе жатты. Мұның себебін сұраған нәбиге, артыңнан қауіп келіп қалатын сияқты болғанда артта қаламын. Ал енді қауіп алдыңғы жақтан келе жатқандай болып көрінгенде алдыға озамын деп жауап берген екен. Осы сапарда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мен Әбу Бәкір Сыддық радиаллаху анху екеуі дұшпандардан құтылу үшін Сәуір тауын паналайды. Алайда үңгірдің іші құрт құмырсқа, жылан мен шаянға толы еді. Бірақ үңгірге ең бірінші болып Әбу Бәкір кіріп, айналаны тексеріп, киімінің құрақтарымен тесіктерді бітеп шықты. Құрақ жетпегендіктен бір тесікті аяғымен бітеді. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам келіп, оның қасына отырды. Ардақты елші саллаллаху алейхи уассалам көз шірімін алмақшы болып, Әбу Бәкірдің тізесіне басын қойып, ұйықтап кетеді. Сол кезде Әбу Бәкірдің тесікті бітеген аяғын жылан шағып, удай ашиды. Ауру жанына батса да, пайғамбарымыздың ұйқысын бұзып алудан қорқып, орнынан тырп етпеді. Бірақ ауырған аяқ шыдатпай, еріксіз көзінен жас шығып, пайғамбарымыздың жүзіне Әбу Бәкірдің жасы тама бастайды. Жүзіне жас тамған Алла Расулы оянып кеткеннен кейін, саған не болды ей Әбу Бәкір деп сұрады. Әке шешем сенің жолыңда құрбан болсын ей Расулла, аяғыңды бір нәрсе шақты деді де, даусы қынжыла шығып, досының бұл әрекетіне тебіренген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ей Аллахым, қиямет күнінде Әбу Бәкірдің дәрежесін меніме бірдей қыл деп дұға етеді. Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әбу Бәкірдің мал мүлкінді ешкімнің мал мүлкінен пайдаланған емеспін деген естіген Әбу Бәкір радиаллаху анху көз жасын төге отырып, мен және мал мүлкім тек сен үшін емес пе ей Алланың елшісі деп, өзін толығымен Алла елшісінің жолына арнағанын көрсетті. Ислам діні үшін танытқан табандылығы мен жан қиярлығы жағынан Әбу Бәкір Сыддықтан кейінгі орында тұратын Хазіреті Омардың, Алла одан разы болсын, пайғамбарымызға деген сүйіспеншілік аса күшті болатын. Бірде Алла елшісі одан, мені қаншалықты жақсы көресің деп сұрағанда, ол, ей Алланың елшісі, сені
жанымнан басқаның бәрінен артық жақсы көремін деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: мені жаныңнан артық жақсы көрмейінше толық иман еткен болып саналмайсың деген еді. Сол кезде бұл ықыластың мәнісін түсінген Омар: уа Расулалла, сені жанымнан да артық жақсы көремін деп жауап берген еді. Оның Алла Расулына деген махаббатының күштілігі соншалықты. Пайғамбардың қайтыс болған кім маған жеткізетін болса, басын аламын деп Алла Расулын өлімге қимаған еді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жанында әрдайым жүретін сахабалардың барлығы оны бір сәт көрмесе тағат таппай, сағыныштан оны қайта көруге асығатын. Бірде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға бір сахаба келіп: ей Алланың елшісі, шын мәнінде мен сені өзімнен де, балаларымнан да, бүткіл адамдардан да артық жақсы көремін. Ал қашан мен үйге барып, сен туралы жанұямның арасында айта бастасам, менің күш-қуатым мен сабырлығым оған жетпей, сені қайта көруге және сенің даусыңды есту үшін мен үйден атып шығып саған қарай тарта жөнелемін. Бірақ мені бір нәрсе алаңдатып жүр. Алла Тағала жәннаттың ең жоғарғы сатысын саған беруге уәде етті. Егер сені ол дүниеде көре алмасам, мен не істеймін деді. Бұған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам еш нәрсе деп тіл қатпады. Себебі ол қандай жауап берерін білмеген еді. Алайда мұның жауабын Аллахтың өзі жіберді. Ал және кім Аллахқа, оның пайғамбарына бойсұнса, міне солар Алла Тағала нығметке бөлеген пайғамбарлар, шыншылдар, шәһидтер және егілермен бірге болады деп Ниса сүресінің 69 аятында ескертті. Бұл аса мейірімдіден келген ұлы жауап еді. Жақсылықтың қайтарымы тек қана жақсылық қана. Тағы бірде бір сахаба пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам: я Алланың елшісі, қиямет күні қашан болады деп сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам одан: ал сен ол күнге не дайындадың деп сұрағанда әлгі сахаба: мен бұл күнге Аллахқа және оның пайғамбарына деген махаббатымды дайындадым деп жауап берді. Сонда Алла елшісі: ендеше сен сол күні өзіңнің жақсы көргендеріңмен бірге боласың деді. Шын мәнінде біз кімді қатты жақсы көрсек, қиямет күні сол адаммен бірге болады екенбіз. Ол күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам шапағат ету құқы беріледі. Ендеше Алла Расулін бүкіл жаратылыстан артық жақсы көрсек, ақыретте пайғамбарымыздың қасында болады екенбіз. Ол саллаллаху алейхи вассалам нендей жақсы жолдас десеңізші. Сол сияқты мына бір оқиға кімді де болса таңырқатпай қоймасы анық. Хүнәйн шайқасынан жеңіспен оралып келе жатқан мұсылмандардың алдарынан қарсы келе жатқан әйелді Омар бірден тани кетті. Осы соғыста пайғамбарымызды қорғау барысында оның 3 бірдей жақыны шәһид болған еді. Сонда Омар оған әкесінің қайтыс болғанын ескертті. Бірақ әлгі әйел әкесін іздемегенін айтты. Бұл жауапқа таңырқаған Хазіреті Омар оған бауырының шәһид болғанынан хабар берді. Әйел бауырында іздемегенін ескертті. Одан да бетер қайран қалған Омар оның күйеуінің де қайтқанын білдірді. Сонда әлгі әйел: мен күйеуімді де іздеп жүрген жоқпын. Мен пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассаламды іздеп жүрмін. Ол үшін қатты алаңдаулымын. Оған бірдеңе болып қалған жоқ па? Жаралы емес пе екен деп жауап берді. Міне, бұл сахаба әйелдерінің пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігінің бір ғана көрінісі еді. Олар өздері жаралы болып, өлім халінде жатса да, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам аман ба екен деп уайым шегетін, тіпті өз бастарын өлімге тігіп, нәбиді жан тәнімен жаудан қорғаудан еш тайынбайтын. Бұл олар үшін тек қана бақыт пен мақтан ұялады. Әйгілі саңлақ сахабалардың бірі
Хубайб атты сахабаны өз руластары исламды қабылдағаны үшін қатты азаптап, оның денесін бөлшектеп, жұлып жатып, одан өзіңді аман алып қалу үшін Мұхаммедтің өз орнында болған қалар медің деп сұраған мүшриктерге денесі қанға боялған Хубайб: Аллахпен ант етем, мен өз жанұямның ортасында, балаларымның арасында тыныштықпен рахатқа батып, ал пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға тіпті бір тікеннің кіргенінде қаламас едім деп жауап береді. Қайтпас қайсарлық танытқан бұл сахабаға деген таң қалысыңды жасыра алмассың сірә. Олардың махаббаттары шынайы, еш риясыз болатын, тек бір Аллахтың разылығын іздеген, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассаламға адал жолдас болған жандар еді. Ал біз пайғамбарымызға деген сезімімізді қалай білдіреміз? Бүгінгі күні біздің пайғамбарымызға деген махаббатымыз сын көтермесі хақ. Бір-бірімізге кездесе қалсақ, пайғамбар туралы өте аз айтамыз. Тіпті еске де алмайтын кездеріміз қаншама. Оның орнына күйбің тіршілікпен, жұмысымыз жайлы, бала-шағамыздың қызығы мен шыжығы туралы сөз қозғаудан әрі аса бермейміз. Бұл иманның әлсіздігінен. Негізінен әрбір мұсылман үшін пайғамбарымыздың орны ерекше болу ләзім. Себебі кез келген адам біреуді қатты жақсы көрсе, соның айтқанымен жүруге, немесе істеген ісін қайталап ұқсауға тырысып бағады. Сондықтан біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатымыз оның сүннет амалдарын оқып үйрену, амал ету арқылы ғана күшейеді. Ал оның сүннеті дегеніміз оның бүкіл өмір жолы болып табылады. Оның ғұмыры тек Аллахқа бойсынудан, оның әмірін адамдарға жеткізуден тұрады. Ал біз қаншалықты пайғамбар өмірін білсек, оның сүннетін орындай аламыз. Оның сүннетімен жүру арқылы біз оған деген махаббатымызды дәлелдейміз. Ал нәбиге деген махаббат Аллаға деген махаббаттың айғағы. Кім Алла махаббатына ие болса, ол иншалла мүминдердің мекені жәннатқа қол жеткізеді. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам бойсыну, Алла тағалаға бойсыну. Сондықтан Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып, оны жан тәнімізбен жақсы көруге тиіспіз. Себебі Расулулла саллаллаху алейхи вассалам күллі мұсылмандар үшін үлгі, оған ғашық болып өмір сүру, күнделікті тұрмыс тіршілігіміз бен амал әрекетіміздің қайнар көзіне айналса, онда мақсатымыздың іске асқаны. Ал Хазіреті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам үмметіне деген шексіз сүйіспеншілігін, махаббатын тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Үмметіне жанашырлығы ананың баласына деген мейірімділігінен әлде қайда күшті болатын. Бұл жайлы Құран-ы Кәрімде шынында сендерге өз іштеріңнен бір пайғамбар келді, сендердің қиналғандарың оған қатты батады. Ол сендерге ынтық, мүминдерге аса еміренгіш, тым мейірімді делінген. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам үмметіне көп дұға ететін. Бір күні: Аллахым, үмметімді қорғайсың, оларға мәрхабатыңды төккейсің деп жылап отырып, Раббысына жалбарынды. Сонда Хақ Тағала барлық нәрседен хабардар болса да: ей Жәбірейіл, Мұхаммедтен сұра, неге жылап жатыр екен деді. Жәбірейіл алейхиссалам лезде пайғамбарымызға жетіп, мән жайды ұғынып, Алла Тағаланың құзырына қайта келді. Сол кезде жаратушы: ей Жәбірейіл, Мұхаммедке бар және оған сені разы етеміз, үмметің жайлы және сені мүлде ренжітпейміз деп сүйіншіледі. Хазіреті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам үмметіне деген шексіз сүйіспеншілігін Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху жеткізген мына хадистен анық аңғарамыз. Бір күні Алла Расулы саллаллаху алейхи вассалам: ей ибн Мас'уд, маған Құран оқы деп бұйырды. Мен болсам: уа Расулулла саллаллаху алейхи вассалам, Құран сізге уахи етілсе, оны сізге мен оқиын ба дедім. Сонда Алла елшісі Құранды
басқадан тыңдағанды жақсы көремін деді. Мен Ниса сүресін оқи бастадым. Әрбір үмметтен бір куә келтіріп, сені де оларға куә етіп келтіргенімізде, олардың халі не болмақ деген Ниса сүресінің 41-ші аятына келгенімде, Расулулла саллаллаху алейхи вассалам жетеді деді. Алла елшісінің жүзіне қарасам, оның екі көзінен моншақтап жас тамып тұр екен. Ол саллаллаху алейхи вассалам осы кезде ақыреттегі біздің жағдайымызға қатты алаңдаушылық білдіріп, сұрақ жауаптың өте қиын болатынын ойлап, екі көзіне ерік берген еді. Өйткені пайғамбарымыз ондағы жағдайды жан тәнімен сезіне алған. Сондықтан оған салауат айтып, шапағатына ие болуға біз аса мұқтаж жандар екенбіз. Ендеше алдағы келе жатқан қасиетті мүбарак Рамазан айында Алла Расулының өмірімен танысып, оның өнегелі өсиетін ұрпағымызға жеткізген, насихаттаған жөн. Егер жеткізе білсек, насихаттай білсек, оның өзі онда біздің жүрегіміздегі Алла Расуліне және Аллаға деген махаббатымыздың бір көрінісі болады. Аллаху Тағала жүрегімізді нұрландырып, пайғамбарымыздың шынайы үмметі болуды баршамызға нәсіп еткей. Оның баға жетпес бақыт екенін әрқайсымыз жете сезініп, соған сай амал етуді жазғай. Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассаламға әрдайым салауат айтып, қиямет күні оның шапағатына ие болайық ағайындар. Алла елшісіне лайықты үммет болуды жаратушы иеміз нәсіп етсін дей отырып, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.